Оразаға дайындық. Ассалаумағалейкум достар. Тура бір айдан кейін қасиетті Рамазан айы келеді. Осыған орай иманымызды арттырып, руханиятымызды байыту үшін бүгін Адамзаттың асыл тәжі атты кітаптың бірінші бөлімін, яғни пайғамбарымыз дүниеге келгенге дейінгі тауарих, жалпы әлемнің және адамзаттың халі атты бөлімді оқуды жөн көрдім. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің заманымыздың 6 ғасыры аяқталуға жақын. Бұл ғасыр адамзат әлемінің күпір мен азғындық атаулыға құшақ жайған заманы. Күштінің әлсізді қанауы, дәулеттінің жарлы Жақыбайға әңгір таяқ ойнатуы осы шақтың үлесіне тиген. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық түскенге дейінгі жалпы жер жүзінің және адамзаттың руханиятының деңгейін білуде пайда бар. Сонда ғана Расулалланың адамзат баласын қалайша рухани пікір түнегінен, саяси шытырмандардан және қоғамның қою қараңғылығынан, азғындықтан аз уақыт ішінде алып шыққан бағандай аламыз. Ол тұстағы ең мықты мемлекеттер мыналар: Византия, Иран, Мысыр, Үндістан, Александрия, Месопотамия, Қытай тағы басқа. Бұл елдердің қай-қайсында да бірінші дұрыс наным сенім жүйесі жоқ болатын. Белгілі бір таухид сенімнің болмауы адамзат руханиятын шөктіргені сондай, азғындықтың небір түрі етек алып, адамдардың адам атауынан басқа қасиеттері жойылып біткенді. Барша болмыстың жаратушысы бар екен біле тұра, адамдар табиғат құбылыстарына табынып, Алланың әміріндегі жер мен көкке, жұлдыздарға, ай мен күнге сыйынып, рухтан ада тақтай мен тастардан жасалған пұттарға сәжде жасайтын. Адамзат баласының ар-ұжданы рухы Аллаға иманнан мақрұм қалғандықтан, барша жаратылыс илахи құдіреттің нәтижесі деуді білмей әбден адасқан, ақылды орынды қолданбау салдарынан көз байланып, көңілдері тұмшаланған. Иманы рух байлығы деген қазыналардан аулы алыс қалған бұл байғұстар бір сөздің, бір кітаптың жазушысы, ойлап шығарушысы болатынның, кішкентай иненің де ұстасы жасалмайтынын біле тұрып, мыңдаған сырға толы керемет жіңішке есеппен жаратылған мына дүниенің жаратушысы бар дегенге сенбейтіндей дәрежеде парықсыз еді. Осындай мүшкіл халдегі дүние таухид сеніміне, Алланың бар және бір екеніне паш етіп, соған илануға, үндеушіге аса мұқтаж болатын. Күпірлік пен азғындықтан арылудың жолын көрсетіп, бағытын сілтейтін жол бастаушыға деген қажеттілік күллі әлемнің пайғамбарға зәрулігі күн өткен сайын сезіле түскен. Екінші, барлық жерде адамдар таптар мен топтарға бөлінді. Илахи өлшемдерден мақрұм адамзат бай, кедей, күшті, әлсіз, қожайын, құл, ақсүйектер мен қаралар болып көптеген топтарға бөлінді. Бай мен кедейдің билеушісі мен бағыныштының арасындағы айырмашылық жер мен көкте еді. Билік басындағылар мен қарапайым халық арасындағылар алауыздық шегіне жеткен. Үстем топтағылар қарапайымдарды жансыз заттан төмен көретін. Үшінші, бұл елдердің қай-қайсында да құлдық алып сату қағидалар бар еді. Адам құрметті, қадірлі тіршілік иесі. Мұның астарына үңілу тек ақиқат иман арқылы жүзеге асады. Имандылықтан ада көңілдерін кір шалған сол кезеңнің адамдары адамзаттың жер бетіндегі ең тоғырлы тұлға екенін аңдамақ былай тұрсын, оны алып сататын мүлікке есептеп жабайы күйге ене бастаған. Құлдың айуаннан төмен саналатыны да аз емес. Қожайын құл мен көңіне ойына келген жасауға құқылы болған. Осынша азғындықтан алып шығар тұлғаға адамзат әлемі зәру еді. Бұл қажеттілік күн сайын біліне түсті. Төртінші, діндер мен мазхабтар арасындағы алауыздық. Христиан дінін ұстанатын елдерде христиандықтың Иса пайғамбар арқылы келген түпнұсқасы, яғни жаратушыға сенім жойылып, үштік, үш құдайшылық, тәслис сенімі жайлай бастағанды. Дін басылары Иса пайғамбардың дініне ойдан небір толықтырулар енгізіп, жан-жаққа таратып бақты. Әсіресе Шығыс Рим империясында дін атын жамылып, зұлымдық пен азапты арттырғандар көбейе түсті. Иранда сол кездегі үстем дін маздеизмнен бас тартқандар, не діни ғұрыпқа мойынсұнбағандар аяусыз жазаланатын. Көз ою, асу, таспен шөкілеу,
ас сусыз аштан өлтіру дағдыға айналған. 5. Ол дәуірде адамгершілікті ауызға алудың өзі ерсі. Имандылық жоқ жерде адамгершілік туралы сөз қозғаудың өзі ерсі. Ар намыс аяққа тапталып, нәпсі құмарлық адамдардың басты машығына айналған. Ұрлық, жезөкшелік, адам өлтіру жайлаған қоғамда адамзат атты ұлы есім жойылғандай. Мысалы, Византия императорының өз қарындасымен үйленуі азғындық емейне. Міне, адамзат жетім, дүние мұңлы, жер жүзі азалы алып алаңыспекті. Адамдар бір-біріне дұшпан, мәнсіз тірліктен жеріп, жансыз мақұлық кейпіне енген. Жол бастаушысы жоқ тұлдыр қоғам ащы өксікке бұлыққан. Барша әлемді шірк, яғни Аллаға серік қосу, надандық пен күпірдің қара қошқыл бұлты басқан. Дүние осы бұлтты ысырып, сәулеге кенелетін нұрлы тұлғаға зәру. Сол уақыт нұры түскенде ғана адамзаттың назыр қанған көңілі шалқып, кемерінен тасары, жылаңқылықтың орнын жайдарлық басары сөзсіз еді. Адамзат та жаратылысының жалған дүниедегі жолаушылығының мәнін ұғып, Алланы танып, иман келтіріп, ғибадат етудің қажеттілігін түсініп, баянды бақытқа қол жеткізіп, тірліктің тұтқасын ұстар еді.